Өмірде болған оқиға желісімен өлгенге өкпе айтылмас. Мама, біздің әкеміз қайда? Неге келмейді? Біздің сыныптағы Еркебай деген сотқар бала айтады. Маған мамам айтты. Сендерді асырау қиын болғасын әкелерің тастап кеткен. Ол сендерді жаман көреді. Керек десең, ол сендерге ақша да жіберіп тұрмайды. Сондықтан сендер кедейсіңдер, үйлерің жоқ. Бәрің жабылып, біздің ағайынның бір бөлмелі сарайын жалдап тұрып жатырсыңдар. Міне, солай. Сендер сабақты қанша жақсы оқысаңдар да, ешқайда үлкен оқуға бара алмайсыңдар. Оқуға ақшаларың да жоқ, деді. Сендердікі құр әурешілік, деді. Мама, бізде сонда болашақ жоқ па, деп жыламсыраған 3-ші сынып оқитын егіз қыздары Марал мен Самалға не айтарын білмеген Несібелі алжапқышының етегін мыжғылап тұр. Шынымен де, бір ұл егіз қызымен бұны күйеуінің тастап кеткені рас еді. Алимент те алмайтыны рас. Жұмыссыздықтың көше сыпыратын жұмысына қосымша бір дүкенде пол жуатыны да рас. Өздерін барынша шектеп, азғантай ақшаны қолдарынан келгенше үнемдеп жүрсе де, сол ақшасы құрғыр жеткізбейді ғой. Ұлы Әлихан 7-ші сыныпта оқиды. Мінезі бұйығы, тұйық болса да сабағы жақсы. Тек шырт етпе. Әлде көзін ашқалы қатарластарынан кем-кетіктеу өмір сүретіні мінезіне ауыр түйіп жүрме, кім білсін. Әлихан бала болып, велосипед теуіп, самокат мініп немесе демалыс күндері жұрттың бәрі барып жүрген балаларға арналған ойын қалашықтарына барып көрген емес. Қолына ұстап жүрген ұялы телефоны да өте ескі. Сыныптастары әлсін туған күн немесе басқа мерекеге орай 500-1000 теңгеден жинап, өздері бас қосып, тәтті сусындар мен пицца, донер алып тойлайды. Ондай бас қосуларға бұл қосыла алмайды. Несібелі Әлиханның тәртібі үшін осы оқу жылында да мектепке қайта шақыртылды. Баласының үлгерімі өте жақсы болғанымен, өз қатарымен, жалпы ортамен қарым-қатынасы өте ауыр еді. Әзіл дегенді түсінбейді, екі сөзге келмей төбелесе кетеді. Несібеліге ең ауыр тигені туған екенсің, тәрбиеле. Тәрбие бере алмасаң, үкіметке өткіз деп шаптыққан әйелдің сөзі болды. Не десін? Ыза, нала, өкпе дегенді көз жасымен ішіне жұтты да үндемеді. Ажырасып кеткеннен кейін екі қызы қатар ауырғанда дәрі-дәрмекке ақша сұрап күйеуіне барған. Ол үйінде жоқ екен. Әлем-жәлем боянған жас қатын есік ашып, бұның келген шаруасын естігесін. Әйелдік намыс қайда? Қажетсіз деп тастап кеткен адамның алдына тіленіп келу, оған балаларды араластыру деген өте ұят деп шаптығып, бұған өмір сүруді үйреткендей болды. Өзінің біреудің отбасын ойрандап, некелі күйеуін өзіне қаратып алғаны ұят емес екенде, ауырып жатқан егіз қызға туған әкелерінен ақшалай көмек сұрау, шектен шыққан намыссыздық ұят іс екен. Ашудан жарылардай болған Несібелі үйіне қалай келгенін де білмейді. Бар білетіні ұлы Әлиханды тас қылып құшақтап, еңкілдеп жылағаны. Көп замай Алланың қалауымен бе, әлде бір тылсым күш көмектесті ме, ауруханада ессіз күйде селқос жатқан егіз қыздар көздерін ашып, естерін жиды. Бұл оқиғаға да біраз уақыт болыпты.
Әкесі кеткенде 40-нан шықпаған қыздар міне 9 жасқа толып, жақсы мен жаманды айыра бастапты. Осындай жетпес тіршілік кешіп жүргенде ажырасып кеткен күйеуінің жаман хабары шықты. Тау шатқалында жас қатынымен атпен серуен құрып жүргенде астындағы аты оқыстан атып шыққан түлкіден үркіп, ала қашқанда бұның күйеуі аттан құлапты. Құлағанда қарақұспен тасқа түскен екен, сол жерде тіл тартпай кетсе керек. Өзінен ажырасқалы 3 баласы бола тұра, ол қызым деп бір еміренбеген адамды өлді деп естігенде бұл қандай күй кешерін де білмеді. Жаназасына да бармады. Күйеуінің жақын жуықтары бұны іздемеді де. Оларды тіпті бұлардың бар жоғы да қызықтырмаған сияқты. Бірақ бір нәрсе көкірегін кернеп, өзін беймаза сезініп, жанын қоярға жер таптырмай мазасыздана берді. Бір бейсенбінің таңында ұлы мен қыздарын мектепке жібергесін, мазалаған ойлармен бөліспекке өздерінен 2-3 үй былайрақ тұратын жайшылық әже деген құмалақшы балгерге бармақшы болып шешті. Жайшылық әже үнемі бұларға жаны ашып, шәй, ет, қант, кәмпит беріп жіберетін. Құмалақ ашатынға әркімдер әкелетін мата, орамал, жаулықты несібеліге сақтап, егіздерге бірдей көйлек тігіп бер деп үнемі беріп отыратын. Бүгінде сол май мерекелеріне қыздарыма көйлектік бірдеңе беріп қалар, кәмпит пен шәй да азайып еді деген оймен жайшылық әжейдің табалдырығын аттаған. Жайшылық әжей бұдан бұрын келіп отырған 1-2 кісіні шығарып салды да, көрші бөлмеде отырған мұны шақырып алды. Есіктен кірер-кірместен жаның күйіп, шыдамың шырқырады ма? Жаның қысылғасын, не болды бұл деп маған келдің бе деп салған жерден таңғалдырды. Отыр, түсініп отырмын, сезіп отырмын, ажырасып, көңілің қалып, жүрегіңді қарайтса да, ол сенің күйеуің еді. Азды көпті дәм түзің араласқан бірінші ақ некен қиылған еркегің, бала шағаңның әкесі ғой. Сондықтан мазасыздық кіреді көңіліңе, әрине. Сабыр ет, үйіңдегі малдың майын шыжғырып, жеті наныңды пісір, қалған майды шыбыққа оралған мақтаны батырып шырақ жаса. Ұл қыздарың бір-бірден жақсын, беттерін сипасын. 40 күн шырақ жағып, аза тұтпасаң да, соған арнап жеті нан пісірген күні жақ. Ол қиналып жатыр, қабір азабын тартып жатыр. Ол балаларының алдында қарыздар, сол үшін азап тартуда. Басқа амалы болмағасын сені мазалап жүр ғой. Шырақ жағып отырып, кешірдік деп 3 рет қайталарсыңдар. Солай істе. Болмаса балаларыңның өмірі ауыр болмақ. Өлі аруақпен ерегеспе, өкпе назды ұмытасың. Алла оны аямай жазалап жатыр. Сен кешірімді болмасаң, сен де солай болмасыңа кім кепіл? Барда соны істе. Ал қыздарыңа мыналардан көйлек тігерсің. Ана пакетте тұрған сендердің несібелерің. Осымен бар. Ештеңе айтпа. Алла жауап бергенде ұмытып кетпей шайға шақырарсың деп есікті нұсқады. Несібелі бір қолымен салмақты мата орамын, екінші қолымен ауыр пакетті әрең көтеріп есіктен шыға берді. Үйге келген бойда пакеттегі азық-түлікті жайғастырып, жеті шелпек пісіруге кірісті. Зират басына немен барады? Құранды кімге оқытады? Оны ойлағанда жоқ. Бар ықыласы нан пісіріп, Құран оқытуға кетіп отыр. Түскі астың мәзіріне жайшылық әже берген азық-түліктерді қойып, нанын пісіріп,
Дастарханын бауырсаққа түрлі түсті кәмпитке толтырып балаларын күтті. Әдеттегідей мектептен шыққасын Әлихан екі қарындасын ертіп үйіне келді. Үйдегі өзгеріс пен дастархан толы бауырсақ аш өзек келген балалардың көзін жайнатып жіберді. Киімдерін ауыстырып, қолдарын жуып, дастарханға бас қойған балаларын көрген Несібелі іштей ауыр күрсініп, ойға батып бара жатыр еді. Ұлының екі қызға қарап, папамызға тие берсін деп жеңдер, ол қайтыс болды деген сөзі селк еткізді. Анасының өзіне таңырқай қарағанын көрген Әлихан, еркек адам өліге өкпелемес болар. Өлген адамға кек сақтап, ол туралы жаман әңгіме айту ерсі қылық. Еркек өзіне жауап бере алмайтын адаммен кектесіп, өштеспейді. Менің де ер бала деген атым бар. Мен әкемді кешірдім. Мен жұрттың балаларындай тәтті жеп, таза киініп жүрмедім деп ешкімге де өкпелемеймін. Мен есейіп жұмыс істеп бастаған кезде осы үшеуіңді бағамын. Ештеңеге мұқтаж болмайсыңдар дегенде Несібелі талып қала жаздады. 10 үшін толық толтырмаған ұлынан мұндай естияр әңгіме естимін деп үш ұйықтаса түсіне кірмеп еді. Осыларды аш қылмайын, қолымнан келгенше ауыздарына нан салайын деп жанталасып жүргенде ұлының ерте есейіп, өмірдің тезіне төселіп, келелі әңгіме айтар жағдайға жеткенінде білмей қалыпты ғой. Осы сәтте сырттан ассалаумалейкум деп орта жастағы бір кісі кіріп келді.